Шарғы салу дәстүрі. Той халықтың қазынасы деген аталы сөз бұрыннан бар. Ескілердің айтуынша, ата-бабаларымыз сұрапыл соғыс кезеңінде де мүмкіндігі табылса тойдан тартынбаған көрінеді. Бұдан жаман кезімізде де тойға барғанбыз дегенді ата-әжелеріміз айтып отыратын. Дегенмен де бүгінгі той сол бұрынғы тойлардың дәстүрін бұзып, ұлтымыздың үрдісінен асып-тасып шығып, бетімен кетіп жатқан жайттер де кездесіп жатады. Бүгінгі таңда той үстінде болатын қазақтың ұлттық дәстүрлерін ескермей келеміз. Батыстан келген таңсық дүниеге әуестеніп алдық. Бұл мәдениетті жоққа шығару емес, тек ұлттық құндылықты дәріптеу болар еді. Үйлену тойын жасап, екі жастың қуанышына ортақтасу ата-ананың парызы. Не көп, сол үйлену тойы көп. Тек той соңына жеткен кезде тұрмысқа шығып жатқан қыздың құрбыларын жиып, гүл шоғын лақтыруға мәжбүрлейміз. Бұл келесі тұрмысқа шығатын қыздың кім болатынын анықтайтын еуропалық ойын. Ал қазақта ол дәстүр бар еді. Ол дәстүрдің аты шарғы деп аталады. Шарғы қазақ халық арасындағы жұтылып бара жатқан дәстүр. Бұл дәстүр кезінде тұрмыс құрып жатқан қыз өзінің ақ орамалын немесе шытын үкісін келесі тұрмыс құратын ең жақын құрбысына немесе жақын тума сіңлісіне өз қолымен сыйға береді. Жұрт алдында өтетін бұл дәстүр ерекше құрметке ие. Өйткені артқа қарап бір шоқ гүл лақтырып, қыз біткенді таластырып қоюға қарағанда шарғы дәстүрі шашауын шығармай жасайтын жол. Той ұлттық құндылықтарымыз бен әдет ғұрып, салт дәстүрлеріміздің салтанат құратын, мәдениетіміз ұлықталып, ұлттық өнеріміздің өрге жүзетін күні болуы керек.